Сәлем достар, Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат әліппемен қоштасудың ерекше сценарийін, жаңа форматтағы сценарийді ұсыну. Әдетте әліппемен қоштасу сценарийі оқушылар бастарына әрбір әріпті макетін тағып алады, ата-аналарды шақырады, жаттанды тақпақтар, көрініс және ән айтып шығарып салады. Ал бұл сәл өзгеше. Назар салсаңыздар. Әліппенің сиқырлы қазынасы тақырыбына арналған ерекше сценарий идеясы. Балалар әліппенің көмегімен білімнің сиқырлы қазынасын табуға саяхат жасайды. Қазынаға жету үшін олар әртүрлі білім тапсырмаларын орындауы керек. Әр тапсырма балалардың әліппеден үйренгендерін көрсетуге мүмкіндік береді. Әдемі безендірілген сахна керек. Әліппе ханшайымы немесе кейіпкер ретінде балаларды қарсы алады. Яғни саяхат осымен басталады. Әліппе былай дейді: сәлем балалар, мен әліппе, сендерге алғашқы әріптер мен сөздерді үйреттім. Бүгін біз қоштасамыз, бірақ мен сендерге бір сый дайындадым. Білімнің сиқырлы қазынасын. Оған жету үшін тапсырмаларды орындауларың қажет. Балаларға бірнеше станция дайындалады. Әр станция білім қазынасына жақындатады. Бірінші станция әріптер әлемі. Балалар шатасқан әріптерден сөз құрастырады. Әр тапсырма үшін кілт, жұлдызша, не алтын кілт, немесе карточка берілуі мүмкін. Біздің жағдайда біз кілтті таңдадық. Екінші станцияға келгенде олар жұмбақ шешеді. Жұмбақтар әліппеден алынған тақырыптар бойынша беріледі. Табиғат, жануарлар, заттар. Шешімдері дұрыс болса, тағы бір кілт беріледі. Үшінші станцияда ән мен би. Балалар әліппеден үйренген әндерді орындайды немесе арнайы дайындалған тақпақтарын оқиды. Әліппе жарайсыңдар деп тағы да бір кілт сыйлау керек. Төртінші станция ол ана тіл әлеміне. Балалар болашақ оқулықтарына арналған арнайы тапсырма орындайды. Қарапайым мәтінді оқып сұрақтарға жауап береді. Осылайша соңғы кілт беріледі. Барлық кілт жиналған соң балалар үлкен қазынаны ашады. Қазынаның ішінде әр балаға арналған ана тілі оқулығы, медальдар немесе мадақтама қағаздары, әліппе достарының үздік оқушысы деген жазумен кішкентай сыйлықтар, олар кітапшалар, кітаптар немесе тәттілер, естелік заттар болуы мүмкін. Осылайша сіздер ерекше қылып өткізулеріңізге болады. Әліппе балаларға алғыс айтып былай дейді: мен сендерді мақтан тұтамын, енді сендерге ана тілі көмектеседі, жаңа биіктерді бағындырыңдар. Дәл осы сценарий арқылы сіздер өткізетін болсаңыздар, ерекше өтетіні сөзсіз. Фото-видео аймақ дайындалады, декорация ретінде үлкен сандық қажет болады, сыйлық ретінде балаларға әліппе достары деген жазуы бар кішкентай естелік медальдар берулеріңізге де болады. Соңында әліппеге арналған ән айтылса. Сау болыңыздар, комментарий мен лайк басуды ұмытпаңыздар.